Сәлем достар, мен деген қалай анимация жасау үшін видео жасаймын, және де кеттік. Ол үшін Flippaclip деген приложение керек, мұны білесін шығарсыздар сіздер. Сосын міне плюсты басамыз. Сосын міне мынайде FPS деген бар, соны басасында. Осы жерде былай қойса, ең біріншіне қойсаң ақырын істейтін болады. Ал ең соңына қойсаң бар ғой, тез қимайтын болады, тез. Сол үшін мен ең нормальный деп ойлаймын, мен 10 деп ойлаймын, мен 10-ға көбінесе қоямын, арасында 12-ге қоямын. Қазір 10-ға қоя салайын. Міне название вашей анимации дейсіз да, любой қойшы, мен мысалы бір дей саламын, любой қоя беремін. Мынайде фон таңдайсыз, любой. Мынайде суреттен ала салуға болады, мынайде құя салуға болады, мынайде фотодан ала салуға болады. Сосын астына түсіп любой, мыжылған бір мынандай полдың сурет тұрған любой андай жасайсыз. Сосын создать проектті басамыз. Сосын күтеміз де, проект созданды. Сосын любой мына жақтан мына жақтан түс ауыстырамыз, түс міне осы жерде. Мына жерде ширинасын үлкейтіп, кішірейтіп осындай. Ал мына жерде мен мынандай, әлде мынандай, әлде мынандай. Осындай ауыстырасын. Сосын әлде любой. Ал мынау өшіргіш, міне. Өшіріп тастайсың. Сосын тоже үлкейтіп сөйтіп. Мынайде селмейді. Енді міне мына лассо деген любой сызамыз да, лассомен өйстіп қоямыз. Соза аламыз, өйстіп аламыз. Сосын копировать баса аламыз да, мені копировать. Сосын тұрасында өйстесіз кезде екінші түсіндіңіздер ме? А мынау құятын. Міне мынайде цвет ауыстырасын, любой цвет ала бересің да, аласың, құя саласың. Енді тұрасында текстті өздеріңіз енді білесіздер. Не істейтін. Ал міне мынау ол звук қосасын өзің. Звук қосасын да, анимация жасап отырасың. Міне мынайде ең бірінші тұрған ол голосой мынайде жаздырған звукты, ал мына өзің альбомнан аласың. Сосын тұрасында мен қазір ауыстырайын. Любой анимация, мысалы бұптығын. Дәлдетті. Домалақ саламыз. Сосын қайттан домалақ саламыз. Сосын езілген саламыз. Любой жасауға болады. Видео осындай болады. Осындай анимациялар жасайсың да. Жасай бересіздер. Мысалы мен өзім персонажымны салған көрсем. Мен тез өтірік салсайын. Уақыт көп созылып кетеді. Сосын көмектесіңдер, Нұржан мені осы жерде ұстап алды. Тоқу кетті. Мынайде созуға былай істейді. Ставить басамыз да. Оп.
осындай вот. Осы жасайды анимация. Өздеріңіз ол анимацияны жаздыру үшін жаздыру үшін міне мына жерде 3 точка тұрады. Соны басасыз. Сосын видео добавить видео дегенді істей салуыңызға болады. Бірақ сіз жаздыруыңыз керек. Сол үшін мен создать фильмді басамын. Создать фильмді. Сол кезде міне создать фильмді басасыз. Сосын өзі жаздырылып кете береді. Және видео қызық болды деп ойлаймын. Видео аяқталды. Сау болыңдар.